Әдебиеттануға кіріспе, яғни бұл пәннің ерекшелігі көркем әдебиеттің туу қалыптасуы, даму заңдылықтары және эстетикалық сырын ашады. Сонымен бірге бұл шығу тегі көркем әдебиеттің шығармашылығы, соның әр қырын зерттеу әдістері қалыптасады. Негізінен әдебиет теориясының әдебиет тарихымен, тікелей оның теориясымен, сонымен бірге ол әдеби процесс, сонымен бірге әдеби шығарма деген мәселелерді қарастырады. Соның ең негізгісі әдебиеттің біздің теориясы. Ол әдебиет деген сөз өзі ерте кезден қалыптасқан, араб сөзі, қазақша айтатын болсақ, асыл сөз деген қолданады. Оны ең бірінші рет 9-шы ғасырда Әл-Фараби бабамыз қолданған. Содан кейін оны Ахмет Байтұрсынов өзінің әдебиет танытқыш деген еңбегінде жалғастырған. Содан кейін қазіргі кезеңде ол біздің белгілі ғалымдарымыз Қазым Жұмалиевтің еңбектерінде, сосын Зейнолла Қабдоловтың еңбектерінде, Рымғалидің еңбектерінде даму үстінде жан-жақты. Яғни бір сөзбен айтатын болсақ, әдебиет тану деген сөз, яғни көркем шығарманы тану. Өнердің өзі белгілі бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, сәулет өнері, сонымен бірге би өнері, қол өнері санаулы. Әдебиеттің басқа өнерден айырмашылығы оның, ерекшелігі оның сол дүниедегі құбылыстардың бәрі көркем бейне арқылы бар. Көркем бейне деген екінші сөзбен айтатын болсақ, образ арқылы. Ол адамдардың қарым қатынасы арқылы көрінеді. Енді олардың өзі әдебиет деген айтатын болсақ, бұл жазушыға бірінші өте сезімталдық керек. Сонымен бірге сол материалды толық меңгеру керек. Сонымен бірге сол материалды жетік меңгеру арқылы қалыптасады. Ол мысалы шығарманың басталуы, сонымен шығармадағы оқиғалар, шығармадағы оқиғалардың оның шарықтау шегі, яғни композициясы, оның құрылысы деген мәселелер тегіс қамтиды. Сонда осылардың түгел қамтығаннан кейін барып, оны бір бүтін шығарма деп қарастырамыз. Мысалы келтіруге болады. Мысалы, біздің жерімізде ертеректе Сәйіт Мұқан, қазіргі тұрғыдағы қарайтын болсақ, Достық үйінің қасында екі бөлмелі үйде тұрған. Бұл оқиғаның өзі әртүрлі басқарады. Үйде отырған кезде біреуді өлтіріп кетті деген дауысты естіп, үстіне Сәйіт Мұқан үстіне өзбек шапанын киіп шықса, біреу жерде қансырап жатыр, біреуге милициялар келіп қолына кісен салып тұр екен. Яғни бұл сол кезде ол шығарманы тақырыбын қояды, тақырыбын адасу кезеңі деп қояды, адасқандар деп қояды. Кейіннен өзгертуіне байланысты мөлдір махаббат дейді. Өйткені сол кездегі қазақ қызының қандай жағдай екенін көресіз. Міне оқиға, шығарма бірден оқиғадан басталып кетті. Міне сондықтан әрбір жазушының өзінің ерекшеліктері болады. Біреулер басынан бастап қарастыруға болады. Мысалы, біз шұғаның белгісін алатын болсақ, екі жолаушы келе жатты дейді. Бір айтты, анау көрінген не нәрсе деп екінші сұрақ қойды. Сіз білмейді екенсіз ғой. Сол бұл жердің адам екенсіз, бұл шұғаның белгісі дейді. Бұл Бейімбет Майлың шұғаның белгісі деген үлкен керемет бейнесі. Сонда екі адам бұл жерде, әне жерде бірден тіке оқиғадан басталса, бұл жерден екі адамның әңгімелесуі басқарады. Бұдан нені басқарамыз? Біз бұдан басқаратынымыз байқайтынымыз ең бірінші әрбір жазушының өзіндік стиль деген, жазу стиль деген болады. Ал мысалы өзі дүниесіне әлгі 21 тілге арналған кімнің шығармасын қарастыратын болса, Мұхтар Әуезовтің 4 томнан тұратын дүниесіне әлгі эпопеясын, ол кімнің, Абайдың оқудан қайтып келе жатқан кезеңсі. 3 атты келе жатты. Міне солар
ауылға қарай беттеп келе жатты. Міне сонда әр оқиға әртүрлі ерекше. Енді әдебиеттің теориясына келетін болсақ, бұл тұрғыланатын болса ерте заманнан бастап, Аристотельдің заманынан басталып келеді. Оның этика деген, поэтика деген үлкен шығармасы бар. Онда сол кездегі Гомерді, Эскілді, Аристофанды жан-жақты көрсетеді. Сол кезде алғашқы әсіресе ол кездің ерекшелігі трагедияға өте көп көрінеді. Ал сонан кейін жаңағы айтқан өзіміздің Ломоносовтың шығармаларында, теориялықтарында, сонымен бірге Белинскийдің, Чернышевскийдің, Дәбіреловтың шығармаларының бәрінде сол әдебиеттің теориясының алғашқы кезеңдері қалыптасып біздің кезеңге де жеткен. Мысалы, біріншіден айтатын болсақ, жазушы қандай болу керек? Біріншіден ол жаңағы жауап беру үшін ол бірнеше кезеңдерді бастан. Бірінші оқиға қалай болды, қалайша өтті, кімдердің басында болды, қалай оқиға баяндалды, автордың көзқарасы деген осындай. Екінші сұраққа қоятын болсақ, шығарманың сюжеті жаңағы жоғарыда айтып кеткен оқиғасы. Үшінші сұраққа келетін болсақ, шығармадағы тип деген характер. Яғни біз тип деген характерге келетін болсақ, образ шығармадағы көркем бейнемен жасалған адамның бейнесін алсақ. Сол бірнеше адамдардың арқылы жинақталады тип болушы. Мысалы, Абай романын алатын болсақ, мысалы тип Абай айтатын болсақ, оның Құнанбай. Енді төртінші оқиға қалай баян, оның тілі қандай, яғни суреткердің несі. Осыларға жауап бергеннен кейін бар, белгілі дәрежеде бесінші ерекшелігі. Бұл жазушының үшінші көркем көзқарасы. Міне осының бәрі әдебиеттің ең негізгі салаларына жатады. Сондықтан ең бірінші басқа шығармалардың айырмашылығы бұл сөз арқылы жасалады. Мысалы, сурет өнерін олар, онда бояумен жасайтын болса, біздің ақындардың жазушымыз көркем сөз арқылы жасалады. Мысалы, жоғарыда айтып кеткен шіркін шыға десе, осы жерде көркем сөз арқылы жасалып бар. Ал суретші оны кімнің шығаның бейнесін көркем бояумен салуы мүмкін. Сонда міне мүсіншілер болатын болса, оны белгілі бір мүсіндер арқылы қалану мүмкін. Сонда әрбір жаңағы өнердің өзіндік ерекшелігі бар. Сөздің бір ерекшелігі басқа өлеңдерден айтқанда, ол бәрін көрсете алады. Және де ол қозғалысқа келтіреді. Және де өмірдегі адамдардың қарым-қатынасын арқылы көреді. Міне бұл суреткершіліктің ерекшелігі және де шеберлігі деп айту керек. Мысалы, шығармаларды кездеретінде болсақ, мысалы, Абайдың дүниежүзіне әйгілі бұл. Абайдың 4 томнан тұратын эпопеясы бұл 21 тілге аударылды. Оның және де бірінші ішінде бұл сондай дәрежеге қандай жетті? Мысалы, ішінен мысалдар келтіретін болсақ, яғни Абайды қандай дәрежеге көтерілетін болсақ, бірінші Абай ол ақын. Екінші сол қоғамның қоғамның данасы. Сонымен бірге сол қоғамның күрескері. Міне осы сонымен бірге халықтың қамқоры. Осы бірнеше қасиеттерді орнына жатқан кім? Абай дара болатын себебі ол ешкімге ұқсамайды. Және де ол даналығымен көреді. Мысалы, Абай жолынан өзінде айтатын болсақ, Абай Семейде кітапханадан шығып келе жатты дейді. Сол кезде бір орыстың кісісі кездесіп қалды дейді. Кешіріңіз, сіз осы кітапханадан шықтыңыз ба? Бұл кітапханаға түйелер де кіреді екен дейді. Бұның Абай бірден сол жерде жауап берді. Кешіріңіз, сіздер есектердің де кіріп жүргенін байқамайсыз ба дейді. Сонда кімнің Мұхтар Әуезовтің шеберлігі Абайды европалық дәрежеге көтеріп тұрды. Яғни ойланатын, жан-жақты ойланатын. Сонан кейін екеуі достасып кетті дейді. Ал бұл механист деген бір кездегі Ленинге не істеу керек деген роман оқытқан, бұл жаңағы Чернышевский не істеу керек деген роман оқытқанның жаңағы шәкірті болған. Міне сонда әдебиеттің байланысы, рухани байланысын
әлемдік деңгейге көтерумен ерекшеленеді. Яғни әдебиет бұл сөз өнері. Ол өмірдегі негізгі адамдарға сенеді. Оны мына әдеби тілде айтатын болсақ, оны прототип дейміз. Яғни мысалы Абай жолын жазу үшін мысалы Абайға сүйенеді. Мұхтар Әуезовтің өзінің сөзіне келетін болсақ, Абайды мен 4 жасында көрген болатын, әлі есімде дейді. Соны 4 жасында әкем ертіп келді, үлкен үйдің төрінде отыр екен, үлкен денелі кісі екен, мен киім керек тұрған, жоқ, ана ата-ағаға барып сәлем бер деп айтты. Міне 4 жасым сол роман жазуға кейінге себеп болды дейді. Романның басталуын былай деп айтады. Мен келе жаттым, сол кезде елден қалған үлкен күлді көрдім дейді. Күлді ашып қарадым, шок күйінде жатыр екен, соны үрледім дейді. Міне романның басталуы деген нәрсе, жаңағы бұны біз тұрғыдан алатын болсақ, пролог деп айтатын басталуы. Міне сол мен шоқты үрледім, сол кезде ол жара бастады дейді. Міне сол арқылы мен Абайдың төңірегіндегі туысқандарды, бауырларын бәрін іздестіре бастадым. Міне романның басылуы деп қойды. Міне сондықтан менің әдебиеттануымдағы ерекшелігі, біз кереметке осындай ішіндегі жаңа айтып жатқан шығарманың идеясы дегенді, композициясы дегенді, сюжеті дегенде әрі бәрі ертең кез келген уақытта оны қазақтың сөзімен айтатын болсақ, жіліктей алатын дәрежеге, көркем дәрежеге жетуіміз керек. Рахмет.